Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Абайдың 25-ші қара сөзі. Балаларды оқытқан да жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танарлық қана таза оқыса болады. Оның үшін бұл жер дарул харап, мұнда әуелі мал табу керек, онан соң араб парсы керек. Қарны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Аша-пішімге, малдың тапшылығы да ағайынның араздығына, уа түрлі пәлеге, ұрлық, зорлық, құлдық, сұмдық секілді нәрселерге үйлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса қарын тояды, онан соң білім түгіл не керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикметте, малда, өнерде, ғылымда бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді. Мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі оныменен бірдейлік тағуасына кіреді. Аса арсыздана жалынбайды, дінге де жақсы білгендік керек. Көңілін алсам екен деген надан әке-шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырынан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қарумен тағы қазақ таныса екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейік. Мұны көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірде законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмай да тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан босып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөздік тұрса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оққан жоқ. Қайта кедейдің балаларын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын? Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы қорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқыған менен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті? Кірді, шықты, ілді, қайтты, түбегейлеп оқыған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқытады. Өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда балаңа қатын әпермей, енші бермей, барыңды салсын. Мына мен айтқан жол мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң саған рахат көрсете ме? Өзі рахат көре ме? Я жұртқа рахат көрсете ме? Абайдың 25-ші қара сөзі түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға көп рахмет.